Мысалға қараңыздар, сіз мысалы бірнеше зат бердіңіз, бірақ мысалға 10 зат бердіңіз дейік, 10 заказ бердіңіз 10 затқа. Мысалға оның ішінде бір үшеуін бір магазиннен бір мезгілге сатып алған болсаңыз, ол 3 зат бір заказ болып саналады, бір заказ болып келеді сіздерге. Мысалға міне қарайық, оны қалай білеміз? Хисабым дегенді басып кіреміз, мына жерде сепаратлерім деген ол біздің сатып алған заттарымыз тұратын жер. Барлық сатып алған заттарымыз осы жерде тұрады. Мысалға міне қараңыздар. Мысалға міне 12 майда мына заттарды сатып алғам, теслим етілді деп жасыл сөз тұр, яғни ол каргоға жетті деген сөз. Сол кезде міне детайлар дегенді бассаңыз, мысалға міне БРМ деген магазиннен мен мына заттардың бәрін сол магазиннен алғамын, и олар менде бір топ болып тұр. Міне осы мына жерде нешеу? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 зат, 12 штук. Мына жерде жоғарыда да жазылып тұр 12 урын деп, яғни 12 зат. Осылардың бәріне бір теслим етілді деген сөз шықты, яғни бұлардың бәрі ертең маған бір заказ болып бір номермен келеді. 12 зат бір номермен келеді. Бір заказ. Енді бұның номерін қарау үшін теслим детай дегенді басамыз. Трек кодпен келеді, бізге инэкспортпен сообщение түскенде заказыңыз жетті дейді, номер тұрады, трек код тұрады. Соны қалай білуге болады? Жаңа теслим детай деген бастым, бірақ кейбіреулер осылай ашылмай тұрады. Ашылмайды кейбіреулер. Неге екенін білмеймін. Ал кейбіреулер ашылады қазір. Басқасын қарап көрейік. Мысалға, тағы мен бір мысал көрсетіп жіберейінші. Мысалға, міне 22 апрель күні мен 7 урын деп тұр, мен 7 зат алғанмын, Міне детайлар дегенді бассам, ол 7 заттың бәрі бір магазиннен емес, бірақ мен оларға бір төлем жасадым. Оплатаны бір жасадым, сондықтан ол 7 бір топ болып тұр. Бірақ 7 бір магазиннен емес, қараңыздар. 1 2 3 4, мына 4 шлепка бір магазиннен. Міне 4 бірге тұр. Теслим етілді деген жазу бір тұр, бұл жерде. 4-еуіне. Мына қара шлепка бір тұр. Ол да сондай шлепка, бірақ магазины басқа. Мынау Мода Фрата магазиннен алынған 4-еуі. Ол магазинде қара түсі болмады да, мен ол қара түсті басқа міне Роза Вено деген магазиннен алғанмын. Бірақ оплата бәріне бір күнде бір сатып алдым ғой, сондықтан бірге тұр да, бірақ мынау біреуін бір бөлек болып тұр өзіне. Бір заказ болып келеді мынау. Мына 4-еуі бір заказ болып келеді. Алматыға келген кезде мына 4-еуіне бір трек номер шығады, мынаған өзіне бір трек номер шығады. Мына кроссовки да сол күні төлем жасалған, бірақ бұл басқа магазиннен, бұл өз алдына бөлек тұр. Мына босоножка өз алдына бөлек тұр, Уэйнес дейма, сондай магазиннен. Енді қараңыздар, номерін қараймыз, тағы қарап көрейік. Теслим детай деген басамын, 4 шлепка бір номермен келеді, бір трек кодпен бір заказ болып келеді. Соның номерін қарап көрейік. Теслим детай деген басамыз. Міне номері шығып тұр. Мына астында қара номер тұр ғой, Гондери нумарасы деген жерде 73 30 00 28 656 54 418 деген номер. Осы трек кодпен келеді. Ертең инэкспорт приложениеге сообщениелер келеді, Стамбулға жетті, Алматыға жетті деп, сонда осы номер тұрады. Яғни мен инэкспорт приложениемен сообщение келген кезде қарауыма болады, менің қай затым келіп тұрған осы номер арқылы білуіме болады. Бірақ кейбір заттарда ол номер көрінбейді. Неге екенін білмеймін. Қазір мысалға мына қайсысында менде номер шықпады. Мына босоножканы қарайық, теслим детай деген басам. Бұл не вообще ашылмайды. Кейбіреу осылай вообще ашылмайды. Ал кейбіреу ашылса да, оның номері басқаша болып тұрады, или вообще номер болмайды. Мынау да ашылмайды тұр. Так, қазір тағы бір басқа зат көрсетіп жіберейін, мен номер шықпаған. Так, мынаны көрейік. Бұда шықты деймін. Міне мынау 2 зат бір магазиннен алынды, әртүрлі размерінен, 2 бірге тұр, бір заказ болып келеді. Номерін қарап көрейік. Бұның да номері шығып тұр, 73-тен бастап 96-мен аяқталып тұр. Қазір бір номері басқаша болып шығатын бір көрсетіп жіберейін дедім. Носкиді қараймын. Бұл носки ашылмады менде. Мынаны қарайық. Так, міне кейбір нелерде мынандай номер шығады. ПО 11 деп бастап тұр, Бұл номермен келді маған заказ. Осы номермен шықты маған Алматыға жетті деп. Так, қазір басқа бір көрсетіп жіберейін дедім, ол шықпай тұр. Мынаны көрейікші. Бұда да номер шығып тұр. В общем, кейбіреуінде осылай шығып тұрады, кейбіреуінде ондай номер шықпай тұрады. Қазір мына сумкалерден қарап жіберейін. Так, осы мынадан шықпады-ау деймін менде. Вот не. Қараңыздар, мына жерде ондай номер шығып тұрған жоқ, Мына жерде 26-32-15 деген қызыл номер тұр ғой. Бірақ инэкспортқа не келгенде, сообщение келгенде бұл номермен келмейді. Жаңағыдай басқа номермен келеді. Бірақ ол номер мына жерде жоқ. Міне кейбір заттарда осылай көрінбейді.
оны неге екенін мен біле алмадым. Бірақ в общем солай көп заттардың номері шығып тұрады, солай білуіңізге болады. Енді қараңыздар, солай жаңағы мен мысалға 25 зат беріп едім, неге 10-ақ сообщение келді деп ойламаңыздар. Ол 25 заттың бірнешеуі бір магазиннен алынған болуы мүмкін, сонда ол бір не болып келеді. Мысалға жаңағы айтқандай, міне 12 орын дейді, 12 товар алып тұрмын мына жерде, бірақ ол маған бір сообщение болып келеді. Мына жерде 7 орын дейді, 7 товар алғамын, бірақ олар маған, мына өзі бір магазиннен, байрамнан жалғыз өзі кетіп қалған, осы біреуі келеді. Мынау Hera Fashion дегеннен мыналары келеді. Так, 2 заказ. InStyle дегеннен мыналары келеді. 3 заказ. Defne Bahar дегеннен мынау келеді. 4 заказ. Сонда мына 17 зат алғанмен, олар маған 4 заказ болып келеді. Сондықтан мен 17 зат беріп едім, неге 4 уақыт келді демейміз.